Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге жаңа кабинет арқылы отчетты қалай отозвать ету керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен өздеріңіз осындай жаңа кабинет налогоплательщика ИСНА жүйесіне кіріп аласыздар. Және бұл жерде мына жердегі документы дегенді таңдайсыздар. Осы жердегі мои документы дегенді басасыздар. Сол кезде сіздердің тапсырған отчеттарыңыздың барлығы шығып тұрады. және сіз қай отчетты отозвать етейін деп жатырсыз, соны таңдап аласыз. Бізде мысалға мына жерде осы отчетты отозвать етейін деп жатырмыз. Бұл жердегі бізде регистрация номер документы дегенді копировать етіп аласыздар. Копировать. Және закрытты басып, енді сіздер подать документы дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде подать документыға кіріп, налоговое заявление бөліміне заявка жіберетін боламыз. Осы жерге поиске 029-шы біз таңдап жатырық. Жоқ, 29 емес, отозвать дегенді таңдаймыз. Так. Цифр десеңіздер, міне. Цифр десеңіздер, найти дейсіздер. Налоговое заявление на отзыв налоговой отчетности деген таңдайсыздар. Сіздерге осылай подать деген шығады. Оны таңдайсыздар. 3 қадам шығады. Бұл жерде сіздер ең бірінші регистрационный номер деген жаңағы копировать етіп алған номерлеріңізді осы жерге вставить етсеңіздер, мына жерде код налоговой отчетности, вид налоговой отчетности, полугодие, қай жылғы барлығы шығып тұрады. Әрі қарай далее деген таңдайсыздар. Бұл жерде сіздер причинаны таңда деп тұр. Не үшін отозвать етіп жатсың деген сияқты. Бізде D пунктын таңдаймыз екі жерге де. 5-ші және. Әрі қарай далені таңдайсыздар. Сіздерде IP-ларыңыздың адресі бойынша осы жерді таңдап аласыздар. Міне. Сформировать деген таңдайсыздар. Бірнеше минут уақыттарыңыз кетеді бұған. Мына жерде этот может занят несколько минут деп тұрады. Әрі қарай сіздерге осылай документ шығады, барлығы дұрыс болса. Енді мына жерде осындай шығады, және осы жерде подписать и отправить деген батымын басасыздар. Парольдарыңызды жазасыздар. Рецепт ключтарыңызды таңдап, парольдарыңызды жазып, открыть деген таңдайсыздар. Ой. Все. Қазір. Не открыть. Әрі қарай. Міне, подписать деген таңдайсыздар. Жіберілген заявкаларыңыз мои документыға кірген кезде налоговое заявление бөліміне барсаңыздар, осы жерде сіздердің жіберген заявкаларыңыз шығып тұрады, обработано болып тұр. Енді сіздер отчеттарыңыз отозвать етілген налоговые отчетности бөліміне барасыздар жанындағы. И сол жерде налогтарыңыз отозвать етілсе, міне осылай шығады. Осылай отозван болып тұрады.